мектебінің Қызылорда қалалық білім бөліміне қарасты нөмірі 145 орта мектебі. Мектебінің тарихы 1938 жылы қазіргі Бірқазан станциясынан 5 шақырым жерде Кеңтабан бастауыш мектебінен басталады. 1976 жылы ауыл орталығынан азар негізінде ауыл халқы өз күштерімен бір қабатты мектеп салады. Мектеп өмірінің әр кезеңдерінде басшылық жасап, баға жетпес еңбегін сіңірген мектеп басшылары Абиден Қайдаулов, Сайымов Айтбай, Мырзахметов Жұмабек болды. 1995-2015 жылдар аралығында мектепті Байымбетов Мұтықбай ағай басқарып, қала көлемінде, облыс көлемінде түрлі семинарлар ұйымдастырды. Мектеп тарихының құнды жемісі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы аясында ауылымызға жаңа мектеп ғимараты салынды. 2013-2014 оқу жылында мектептің жаңа ғимаратқа көшуі болды. 2014-2015 оқу жылында мектеп түлектері алғаш рет ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып, қала мектептері арасынан 91,2% бірінші орынға шықты. Бүгінгі мектебіміз жоғарғы талаптарға сай заманауи құралдармен жабдықталған, жас ұрпақтың сапалы білім алуына барлық жағдай жасалған, компьютермен жабдықталған сынып бөлмелері, түрлі құралдармен қамтылған технология кабинеті, медициналық кабинет, кең асхана, бәрі керемет. Қазіргі таңда мектебімізге 2016 жылдың наурыз айынан бері Өтегенов Бағдат Қонысбайұлы басшылық жасап келеді. Мектебіміздің мерейін үстем етіп, қалалық, облыстық, республикалық байқаулардан топ жарып жүрген шәкірттер қаншама. Солардың бірқатары республикалық оқушылар семинарына қатысып, арнайы дипломмен марапатталған Мүслім Еркежан, облыстық ғылыми жоба байқауының жеңімпаздары Айтбай Альбина, Шалқар Айдана, Халиуллаева Наргиз, қалалық ғылыми жоба, пәндік олимпиада, өнер байқауларының жүлдегерлері Әлтай Мақсат, Амангелді Бегнұр, Әбдікерім Нұрай, Рысбек Диляра, Жұмабек Бегнұр. Сонымен қатар спорттық сайыс жеңімпаздары Мамраханова Ақбота, Ахметов Тоқтарбек, Халиуллаев Бағдаулет, Алтынбек Даниял есімді оқушылар. Әр шәкірттің жетістігі ұстаз еңбегі екені сөзсіз. Білімі мен білегі ұштасқан ұстаздарымыз біздің мақтанышымыз. Олар шәкірттері қалалық, облыстық байқаулардан топ жарған Аймешева Бейбіт, Сақтағанова Гүлзада, Баймешева Зәуре, Молдашева Алмагүл, Әбілдаева Анар, Тәжен Жанар. Қалалық үздік география пәнінің мұғалімі байқауының 2-ші орын иегері Көпенова Гүлшат, үздік сынып жетекші 2017 байқауының 2-ші орын иегері Сейтқасым Лейла, үздік дене шынықтыру пәнінің мұғалімі байқауының 2-ші орын жүлдегері Раханов Қайдар. Мазмұнды іс-шара ұйымдастыруда алдына жан салмайтын Мырзахметов Еркеғали. Мектебіміздің жанынан 2016 жылы тағзым мемориалы ашылып, өткенге құрмет негізінде жыл сайын 9 мамырда Ұлы Отан соғысына қатысқан аталарымызға арнап ас беріліп, түрлі іс-шаралар өткізілуде. Біз жас ұрпақ, бейбіт заманда өз отанымыздың патриот ұландары екенімізді мақтан ете отырып, туған елге құрметпен қарап, ұлттық салт-дәстүрімізді қастерлеп, достықты берік ұстап, білім көкжиегінде еркін самғап, елбасымыздың бізге артқан сенімін ақтауға әрқашанда дайын боламыз.